Қайда жинадың? Қыздармен қыдырып қайтам. Әйтпесе сендермен әбден ішім пысты. Қыздармен? Аружанға Дастанның қызым деп неге айтасың? Маған олай айтқаны ұнамайды. Сені құтқарғаныма рахмет айт. Енді сенің мұнда емес екеніңді біліп жүреді. Сонда басқа не деуің керек? Дастанның қызым деп неге айтасың деп саған, Майя. Біз сенімен бұл жайлы сөйлескенбіз. Дастан, жібер. Дастан, ауырып кетті, Дастан. Мен сөйле деген кезде ғана аузыңды ашасың. Түсіндің бе? Ауырама, ауырмайма. Ешкімнің ода шатағы жоқ. Сені құтқарғаныма рахмет айт. Әкем сатқын деп жылаған мен бе сен бе? Дастан, мынауыңа қой де. Менімен олай сөйлеспесін. Балабақшадағы баланың артынан жүргенде жүресің бе, жоқ па? Маған бәрібір. Бірақ мен маған шыдап жүрмеймін. Осыдан кейін тағы да бірдеме деп көр, басыңды жұлып алам. Ұқтың ба? Дәрігер, апама не болды? Меруерттің жағдайы ауыр. Көпке шыдамауы мүмкін. Мұны қалай түсінуге болады? Жазылып кете ме? Ербол, сен аяп өтірік жұбатсам да болар еді. Бірақ сіз ересек адамсыз ғой. Қашанғы құр үміттеніп жүресіз? Бәріңіз уайымдап жүрсіздер, түсінемін. Бәріңіз? Бәріңіз деген кім? Бүгін нағашысыңыз келді. Ол да әпкесінің жағдайына қатты алаңдап жүр. Қолымыздан келгеннің бәрін істейміз. Бірақ бәріне дайын болу керек. Жарайды, рахмет. Апама кірсем бола ма? Апа, шыдаңыз. Бермеңізші, мен жаныңыздан. Қазір тағы да барлық әлеуметтік желіні, Саян профилін, адамдар не жазған қарап шыған. Міндетті түрде бірден табамыз. Алмас, Саяға бір нәрсе болса мен не істеймін? Мен өз-өзімді кешіре алмаймын, Алмас. Уайымдамашы, жақсылыққа сену керек. Әр қиындықтың артында бір жеңілдік бар екенін ұмытпа. Айналада толған қастандық пен сатқындық болса, мен жақсылыққа қалай сенем, Алмас? Әкем, Сая, сен. Қанша тырыссам да ешкімді де ештеңені де өзгерте алмаймын. Мен сен үшін, екеуміздің болашағым үшін өзгеруге дайынмын. Сен мен үшін қаншалықты маңызды екенін енді ғана түсіндім. Бұдан былай басқаша өмір сүру үшін бәрін істеймін. Кешірші мені, Аружан. Сені асықтырмайым, бірақ өзгергенімді дәлелдеймін. Алмас, мен шаршым. Уәде берем. Саян табамыз. Телефоным қайда? Жатақханада қалып кетті ау деймін. Жарайды. Өзімнің де қолымнан келеді, шамам да жетеді. Ербол, сізге айтқаным дұрыс болар. Айта беріңіз. Бүгін консилиум болды. Зерттеу нәтижесі келді. Болжам көңіл көншітпейді. Түсінесіз бе? Күн өткен сайын анаңыздың жағдайы нашарлап барады. Мен не дегіңіз келіп тұр? Дайын болу керек. Қанша уақытымыз бар? Мүмкін бірнеше апта, мүмкін бірнеше күн ғана. Бәрі жүрегінің мықтылығына байланысты. Бүгін жүрегі сыр берді. Азамат. Апа, шай дайындайын ба? Шай ішесіз бе?
Саяның телефоны өшіп тұр. Жауап бермейді. Қызыма не болды? Оның қайда екенін білдің бе? Жоқ, апа. Өзім де Саяны ойлап, уайымдап жүрмін. Бірақ біз оны міндетті түрде табамыз. Саяға бірдеңе болса, оны ешқашан кешірмей. Оны қалай жек көретініңді білсең ғой. Бізді сатып кетті ғой. Сатып кетті. Сыртынан басқа әйелмен қалай тұрып жүргені қалай? Апа, өтінем. Әкемізбен отырып сөйлесекші. Үнсіз жүргеннен ештеңе шықпайды. Сөйлесуіміз керек. Не деп? Оның ақталғанын естігім келмейді. Мұндай нәрсе басымнан өтеді деп ойламадым. Болды. Ажырасуға арыз берейін. Егер сіз сондай шешімге келсеңіз, сізді қолдаймын. Бірақ алдымен бәрін байыппен отырып сөйлесейік. Әкеме түсіндіруге мүмкіндік берейік. Жоқ, жаным. Оның дауысын да тыңдағым келмейді. Қайғы қасіреттен шаршадым. Апа, мен бармын ғой. Болды, апа. Майя, сәлем. Бірден шауып келдің бе? Рас айтады екен, адамды не ғұрлым алыстатқан сайын, соғұрлым аласұрады. Өткен жолы сен шарасыздықтан осылай істеген болып көрінді. Рас па? Мен әнің екеуіңе көмектескім келеді. Ол оны оқиғадан кейін саған кім көмектесер екен? Сезімге бола осылай айтып жатыр десең, қателесесің. Алдағаныңды бірден түсіндім. Кішкентай бала емеспін ғой. Сен не менттерді ертіп келдің бе? Жоқ, ертіп келейін деп ойлаған, бірақ ойымнан айнып қалдым. Саған бір ұсынысым бар. Ұсыныс? Қандай ұсыныс? Өткендегі үшін ренжігенім рас, бірақ ойлап қарасам, сенен артық маған кім көмек бере алады? Ал спектакль үшін бөлек рахмет. Маған сабақ болды. Бәрі өзгерді алмас, екеуміз келмедік. Апамның жағдайына жарамай. Осы ona жауап бер, Азамат. Сейіт аға, сәлеметсіз бе? Ербол, кел, отыр. Біреуді күтіп отырсыз ба? Аружан көп ұзамай жұмысқа келу керек еді. Тым болмаса осы жерде жолығып, сөйлесіп қалсам ба деймін. Я, өзің қалың қалай? Апаң қалай? Күннен күнге нашарлап барады. Бүгін айырылып қала жаздадық. Дәрігерлер қалпына келтірді, бірақ қорқып кеттім. Азамат та тұтқан көтермейді. Шынын айтсам, бар жағынан жағдай нашар болып тұр. Сая туралы полицияға арыз жазып қойдым. Біз бүгін Аружанға Саяны іздеуге көмектескен болатынбыз. Әзірге таппадық. Аружан не дейді? Маған ренжіп жүр ме? Сейіт аға, Аружан сіз туралы бірде-бір жаман сөз айтқан жоқ. Рас, тек жылап Саяны іздеп тапқысы келді. Шеф, тергеуші қоңырау шалды. Айғақтарды нақтылау үшін тағы бір кездесу керек деді. Тағы да сол ма? Кетпейтінін білдім. Оған видео жіберілді ма? Әрине. Үйдің бар шаруасын тездетіп бітіруіміз керек. Дегенмен мен бір нәрседен қорқам.
меруерт оянса ше? Олай болмайды. Шамасы ештеңе істеудің де қажет жоқ сияқты. Бүгін әпкемнің жағдайы күрт нашарлап кетті. Дәрігер меруертті әзер алып қалдық, бірақ ұзаққа шыдамайды деді. Сонда расымен сол кісінің жағдайына қараймыз ба? Дәл солай. Ол комада жатқанда ешкім ештеңе істей алмайды. Ал күдік кез келген адамнан, кез келген нәрседен күдіктенуге болады. Факт жоқ. Іс жоқ. Бәрі астан кестен. Не сүйенішіміз, не тірегіміз қалған жоқ. Қой олай деме. Інің бар, Жомарт көкең бар. Білмеймін. Жомарт көке үнемі жанымызда болмаған сияқты. Бізге жақын болып көрінгенімен ешқашан біздің жанымызда болмаған. Сейіт аға, сіз жарты ғұмырыңызды әке-шешеме өткіздіңіз ғой. Жомарт аға туралы айтыңызшы. Неге ондай? Ербол. Оған сенің де, Азаматтың да, Меруерттің де, Қайраттың да ешқандай қатысы жоқ. Ол өзі бұрын ертеректе болған. Мен оны саған айтып жеткізе аламын ба? Сейіт аға, ол мен үшін өте маңызды, түсініңізші. Әке-шешемді сіздің үйіңізге қонаққа апарғаннан кейін апамды Жомарт көкенің кеңсесіне алып кеткен болатын. Апам жол бойы Жомарт ағаның үйді сату туралы талап етіп, шағымданғанын айтты. Мен басында мән берген жоқпын. Жай бизнес шығар деп ойладым, бірақ енді түсінген сияқтымын. Ол оның бәрін әдейі жоспарлаған болса ше? Қой Ербол. Не айтып кеттің өзі? Олай деме. Сейіт аға, бұл мен үшін маңызды. Мен бәрін білуім керек. Ербол. Әлде бір айла шарғыма? Жоқ, бас тартам десең, әрине, өз еркім. Сен айтқан зауыт жайлы ойланып жүрмін. Ешқандай да зауыт жоқ. Оны басқа адам сатып алған. Өмір бақи сен күтіп жүрмейміз ғой. Тоқтай тұршы, бізде зауыт сатып алатын ақша жоқ. Бізде сатылатын бір объект бар. Сендерде қайдан? Жылжымайтын мүлік бар. Қала сыртында ескі үй, бірақ жер бар. Құжаттары дұрыс емес екен, соны дұрыстаса, жақсы бағаға сатып жіберуге болады. Ал сен оны қайдан білдің? Бір көкем үй сатумен айналысады. Содан сұрап білдік. Сөйтіп, үйдің иесі жоқ екенін, құжаттары дұрыс емес екенін сұрап білдік. Енді көкеңе бармайсыз ба? Мен не қатысым бар? Өйткені мен көбірек ақша тапқым келеді. Сен екеуміздің дос болғанымыз дұрыс сияқты. Сонда өткен әрекеттеріме көз жұма қарайсың ба? Ал сен өмір бойы біреудің қол астында жұмыс істегің келе ме? Анау қасыңда болған балаклава киген адам ақшаның қаншасын саған берді? Не жұмысың бар ода? Өзім де солай ойлап едім. Саған бір тиын да берген жоқ. Ал сен алданып қалдың. Балаклава киген ол сен емес. Көзге түскен сен ол емес. Менде 10 миллион теңге бар. Бірақ ол маған аз. Сенен тек маған көмектескенің қажет. Барлығын өзім істеймін. Ақшаны теңдей бөліп аламыз. Бірақ басқа біреулерді, балаклава киген біреулерді қоспаймыз. Мен ойланып көрейін. Ұзақ ойланба. Ұсыныс жасайтын басқа адамдар да бар. Сен ақымақсың ба әлде? Сені ұнатқан ақымақ. Соны ойламадың ба? Ербол, сен мұны білгенің дұрыс деп ойлаймын. Кім біледі, марқұм әкеңде соны қалар ма еді? Жомартты ата-анасы кішкентай кезінде ауылдағы әжесі мен атасына берген. Ал қолдарында Меруерт қалған. Қалай сонда? Енді өмір ғой. Кімді кінәлайсың? Ата жеңнің неге олай жасағанын мен білмеймін, бірақ
жомарттың күкөнөгі қиынға соққанын білемін. Сен алар емеспін. Бір күні Гүлназым екеумізге жомарт жайлы Меруерт бәрін айтып берді. Бәрін. Ауылда көп қиындық көрген дейді. Енді ауылдың аты ауыл ғой. Мектепте балалар асырандысың, жетім деп мазақтаған көрінеді. Сосын не болды Сейтаға? Сосын не болсын? Жылдар зулап өтіп жатты. Жомарт үлкен жігіт болып, мектепті бітіріп, қалаға оқуға келді. Институтқа түсті. Меруертпен араласып тұрды. Атасы мен әжесі ауырып қалғанда сол Меруерт қарады ғой. Ал Жомарт болса қолынан келгенше тапқанын беріп, көмектесіп тұрады. Бірақ жиі келмейтін. Соған қарағанда кішкентай кезінен ішінде өкпе назын бүгіп өсті сол бала. Я Жомарт аға кішкентай кезімде жиі келмейтін есімде. Үйге келсе де табалдырықтан амандасып, тез қайтып кететін. Әрине. Олардың аяқ астынан қайтыс болғаны бәрімізге қиын дейді. Апаң ата әжеңнің үйінде қара шаңырақта қалды. Жомарт пен Меруерттің де ата-анасы сонда қалған болады. Енді әрине Жомартты жек көргеннен емес, бизнес алдыға қарай дамысын деді ғой. Бірақ ешқандай қағаз өсиет ештеңе қалдырмады. Апам Жомарт ағаны жиі уайымдайтын енді түсінген сияқтымын. Апам өз-өзін кінәлаған шығар. Мүмкін. Кейін келе Жомарттың жағдайы түзеліп, жүрегі сәл де болса жібегендей болды. Бірақ ішкі сырын ішінде қандай құпия жатыр, қандай сыр жатыр, кім біледі? Солай Ербол. Рахмет Сейт аға. Маған көп жайт енді түсінікті бола бастаған сияқты. Иә жаным, түсінемін ғой, бірақ менің кінәм емес. Енді не болады? Той болмай ма? Бәрін бүлдірген сенсің. Бізге ақша керек. Ақша жағын тек солар шешу керек. Құрбыларыма үйлену тойым керемет, сән салтанатты болады дедім. Тойдан кейін саяхатқа аттанамыз деп айтып қойдым. Салтанат, тыңдашы мені. Қолыңнан түк келмейді. Бәрі шешіледі деп едің, дым да шешілген жоқ. Сен неге тыңдадың? Фотосуреттер жіберу кімнің идеясы болды? Оның бәрі сандырақ, далбаса деп айттым. Тыңдадың ба? Жақсы болсын дедім ғой. Апамның да жаман ой болған жоқ. Қайтем енді? Болар іс болды. Жақсы болсын дедім дейді ғой. Бәрін құрттың. Қызым, апам қалай? Нашар. Бүк түсіп, қабырғаға қарап қимыл қозғалысы жатыр. Үн қатпайды, жауап бермейді, бұрылып та қарамайды. Енді не істейміз? Әке, Саяға кім айтты екен? Ол қалай білген? Білмеймін. Сен айтқан жоқсың ба? Жоқ әрине. Мен тіпті Саяның білетінін де білмеппін. Әке, енді бәрін қалай түзерімді білмеймін. Ең бастысы, біз Саяны тауып алуымыз керек. Одан кейін апаңның несін шығанын күтейік. Ары қарай енді не болады, әке? Бізді тастап кетпейсіз ғой? Жоқ, қызым. Тастамаймын. Сендер менің отбасымсыңдар. Сендерді ешкімді айырбастамаймын.
иә ұлымның бар екенін шынымды айтайын кеш білдім. Бірақ ол енді ештеңені өзгертпейді. Қайткен күнде де ол менің ұлым ғой. Оны қабылдамау мүмкін емес қызым. Апам сізбен сөйлесуге келісетін шығар. Мен де солай деп үміттенемін. Бәсе, телефон үйге тастап кет. Алло, телефон үйде қалып кетті. Апама не болды? Қазір жағдай жақсарды. Үйге бара жатырмын. Апам халі жақсарды ғой, ә? Мен үйде болам. Майор Байғазин, тыңдап тұрмын. Видеоға қатысты кей тұста дұрыс айтыпсыз. Монтаждалған білдік. Бірақ сізді қызықтыруы мүмкін тағы бір нәрсе бар. Сізге баруға бола ма? Иә, әрине, келіңіз. Сейіт аға айтып берді. Жомарт көкенің ішіне бүккен бір сыры бар сияқты. Қаншалықты қорқынышты болғанымен, мен ол кісіні ақтап тұрғаным жоқ, бірақ бәрі күрт өзгерді. Бара-бара қиындап барады Ербол. Білем. Бірақ артқа жол жоқ. Қазір істемесек, не біз оларды, не олар бізді құртады. Түсініп тұрсың ба? Иә, түсініп тұрмын. Қазір Алмас келеді. Әрі қарай не істейтініміз ойлануымыз керек. Біз енді командамыз. Өз ақылымызбен ойлануымыз керек. Иә. Балам, ұйықтаған жоқсың ба? Апа, бүгін салтанатпен ұрысып қалдым. Уайымдама ұлым. Татулас. Татулас. Сен тыңдайын деп соқыр тәуекелге неге келістің? Жай ғана үйлену тойын жасай салу керек еді. Немесе аздаған несие алса болар еді. Несие? Сосын? Ажырасқаннан кейін 10 жыл бойы төлейсің бе? Сен соны ойладың ба? Апа, қалай айтарым білмеймін. Көп ойландым. Әкеммен танысқан сәттен бастап, бірақ онымен сөйлескеннен кейін түсіндім. Сен мені ылғи да алдап жүрген екенсің. Оған керек емессің деуші едің, өтірік екен. Шешеңмен қалай сөйлесесің? Өсірдім, бақтым, қақтым. Айтқан рахметің осы ма? Мен сені бәрінен артық жақсы көрем, бірақ неге? Айдан анық нәрсені не үшін мойындамайсың? Бірден өзімді кінәлап шыға келесің. Мен соқыр емеспін ғой. Әкеммен сөйлесіп, бәрін түсіндім. Майя, шынымен де тұзаққа түскен сияқты. Соңына дейін сенбесе де, бірақ қатты қызықты. Келісуі мүмкін. Я сенің әкең де көмектесуге келісім бергені шынымен де жақсы болды. Үй расымен де бар ма? Иә, расымен үй мен жер бар. Олай қармаққа түссе болды. Ары қарай полицияның жұмысы. Полиция мұндай не деуші еді? Майда шабақты пайдаланып, ірі балықты қармаққа түсіруде ме? Сонда да мен олардың орнында болсам келіспейтін едім. Мәселе сонда. Бір рет жоспарын аяғына дейін жеткізген қылмыскерлер ерте ме кеш пе сақ болудан қалады. Солай деп әкең айтты ма? Солай десе болады. Негізі мен заң факультетінде 4 жыл оқыдым. Мен әкесі мықты, өзі ақымақ деп ойламаңдар. Мен де білетін нәрсем жетіп жатыр. Ал егерде Жомарт көкем шын бетпердесін ашпаса ше? Иә, олай болуы мүмкін. Ең болмағанда төленге берген ақша қайда кеткен және қандай зауыт екенін білетін боламыз. Пәтерімді сол зауытқа салдым ба? Ол рас. Жігіттер, Саян қайдан табамыз? Әлі балар ештеңе жоқ. Аружан жын жай тапқа қиналып жүр. Әкесінің опасыздығын Сая қайдан білді екен? Соны мен де түсінбеймін. Аружан мен білмеймін деп ант су ішті. Соны кім біледі? Білмеймін. Мен білем, бірақ мен ешкімге айтқан жоқпын. Маядан басқа. Майя мен Сая бір-бірін танымайды ғой, солай ғой? Танымайды, бірақ сен сонда Маяға жеткіздің бе? Айтайын деген жоқ. Сейіт ағаны әлгі әйелмен бірге көрдім. Сол кезде Майя қасымда болды. Солай болды, әдейі емес. Бопты енді. Ол әңгімен доғарайды. Одан бізге қайыр жоқ. Мен жүріп қайтайын, әйтпесе мына әңгімелерден басым ауырып кетті. Азамат, байқап жүр. Ұзап кетпе. Бүгін аяқтан аяқ қалмады. Ар шауып, бер шауып шаршадық. Енді сені іздеп жүрмейік.
отырсыз қалай бұл? Сенімен жеке сөйлесуім керек. Сая шық. Не дедің? Шық деймін. Мен сендерге бөтен емес. Шық дедім саған. Басын қатырмай. Айта бер. Мен қыздармен қыдыруға барамын. Білдім. Бүгін азаматтық байланысқа шығып жылжымайтын мүлік жайлы ұсыныс жасады. Саған айту керек пе, жоқ па, ұзақ ойлан. Ұсыныс ұнап тұр. Бірақ міне, осыны саған айтып отыр. Сондықтан маған ақыл айтып басымды қатырудың қажеті жоқ. Алдайтын болсам, әлде қашан мен сені алдап кетер едім. Жарайды. Сенің айтқаның рас. Бірақ анау қандай жылжымайтын мүлікі бар? Ол жай қиялдам жүрген бала ғой. Бір жағынан оны да түсінемін. Қараптан қарап, үйінен ары қылды. Ала ғой болмаса ше. Жомарттан. Тапсырысың көп пе? Басқалардан ше. Біз өз бетімізбен ақша табу үшін бізге тапсырыс қажет. Ал бізге біреу тапсырыс жасап жатыр ма? Жоқ. Осымен әңгіме бітті. Олардың деңгейінде ойнау үшін бізге кем дегенде бір объект қажет. Мен өз бизнесімді өзім құрғым керек. Бұл тұзақ болып қалса ше. Одан біз не жоғалтамыз? Ары кетсе адыра қалар. Бәрін дұрыстап біліп алайық. Ертең сайып келгенде біздің бас тартуымызда ешкім кедергі болмайды. Сен әлі келіскен жоқсың ғой? Тамаша. Екеуміздің тіл тасатымызды білген. Бірақ 50% үміттенем. Кем дегенде. Тәбетің жаман емес. Байқау не болып жатыр? Оны да шешу керек. Ол енді басқа әңгіме. Мойма, зияткерлік меншік құр сөз емес. Ол үшін күресу қажет. Күресетін адам көп. Білмеймін, қолым тие ме жоқ па? Ойланатын түгі жоқ. Жобанды ешкімге берме, болды. Түріңе не болады? Ештеңе. Өкпелісі ғой. Дастан, маған Маяның бұйырып сөйлегені ұнамайды. Мен қайдағы біреу сияқты сөйлеседі. Ал мен екеуің мұнда маңызды әңгіме айтып отырғанда бұрыш-бұрышта тығылып отырғым келмейді. Сен маған әңгіме айтайын депсің ғой мына. Кімге сөйлей, кімге сөйлеме деймін. Бұл жақта мен шешем, түсіндің бе? Ақыры түсінбейді екенсің. Мүмкін былай түсінесің, есіңде болсын. Бұл жерде бәрін мен шешем. Ал сен менің меншігімсің, ұқтың ба? Жоғалт көзімді. Жоғалт көзімді. Осындай жоба. Расымен де менің жобамды ұрлап алған сияқты. Азаматты универде солай деп естіген. Тоқтай тұр, мұнда белгілері бар ғой? Сәулет өнері ғой, біреу көшіріп алады деп ойлайсың ба? Біздің белгілерді толықтай өшіріп тастап, өздерінің аттарынан шығара береді. Қандай сыйлық? Байқаудың жеңімпазын не береді екен? Үлкен дизайн студияда жұмыс, 1 жылдық келісім шарт. Және дайын кеңсенің кілтін беруге дейін барады. Менің арманым да сол еді. Тыңдашы, авторлық құқық үшін күресу керек. Мен не істеу керекпін білетін сияқтымын. Науқас әлімбаева бойынша шешім қабылдау керек. Енді бұлай жалғаса беру мүмкін емес. Жансақтау шотында қарызы 1 миллионнан асып кетті. Аппаратта қанша уақыт ұстаймыз? Бұны біз шешпейміз ғой. Жаным ашиды әрине. Ұлдары да үнемі осында жүреді. Оларға қараудың өзі ауыр. Бірақ ресурс шектеулі. Мәселе мынада, аурухана басшылығы шығынды өтеуге дайын ба?
Олай болмайды.